Қайырлы күн достар, бүгін біздер осындай хит болып жатқан сәукеле себетті заказға дайындайтын боламыз. Мөлшері барлығы описаниеда көрсетілген. Бірінші, жылы суымызға дрожж салып аламыз. Және де бетіне қант салып жақсылап араластырамыз да бетін жауып қоямыз. 3-5 минутта осылай көтеріледі. Енді жылы сүтімізді, қантымызды, тұзымызды және бір жұмыртқа, сұйық май, сонымен қатар жаңағы ашытқымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз және ұн саламыз. Ұнды көп қылып саламыз, себебі біздің қамырымыз қатты болу керек, өте қатты болу керек. Әйтпесе сәукеле себетіміз формасын ұстамайтын болады. Міне осылай қатты болғанша сала береміз. Содан кейін аздап сұйық май құйып көтерілуге қоямыз. Нанымыз қатты болғаннан кейін бұл өте ұзақ көтеріледі, 2 сағаттай көтергіземіз. Міне 2 сағатта осылай көтеріледі, осы бізге жарайды. Енді мұны формасынан алып аламыз. Осылай баспай тұрған күйінде 120 грамм алып аламыз. Бұл бізге сәукелеміздің бас жағын жасауға керек. Және осылай тығыздап басып аламыз да 300 грамм сәукеле себеттің негізгі бөлігін жасауға керек болады. Төменде көрсетілген мөлшер бойынша 2 сәукеле себет жасауға болады. Егер сізге 4 керек болса, барлық қоспаларын 2 еселейтін боласыздар. Сәукелеміздің басын жасап жатырмыз. Ортасынан бөліп аламыз және жіңішкелеп осылай илейміз қолымызбен. Осылай ораймыз. Және бұны қойып қоямыз. Енді негізгі бөлігін жасаймыз. Ұнды көп қоспаған жақсы, себебі соңында біздер біріктіру керек болған уақытта жабыспай қалады. Сондықтан көп қоспай илеген жақсы. Сопақша қылып илейміз осылай. Міне тестамыз дайын болды. Енді осындай ролик арқылы үстінен басып шығатын боламыз. Бұл ролик бізде песочный тесталарға арналған. Бұл бізде дрожжевой тесто болғаннан кейін, аздап қалың болғаннан кейін осылай кейбір жерлері ашылмай қалды. Сол үшін қаттылап үстінен басамыз және ашылмай қалған жерлерін пышақпен кесіп жібереміз. Міне осылай реттеп жібереміз өзіміз. Міне дайын. Енді шеттерін осылай кесіп тастаймыз. Әдемі болып, тегіс болып тұру үшін пергаментке салып аламыз. Осылай бізге ыңғайлы соңынан жинағанда. Міне, енді бұл бізде кардон сыртынан фольгамен қапталған. Фольганы май жағамыз да. Енді осылай орайтын боламыз. Астарын бәрін біріктіреміз. Енді жоғарғы бөлігін осылай жабыстырамыз. Ашылып кетпейтіндей етіп қатты қылып жабыстыру керек. Артық жерлерін кесіп тастаймыз. Міне біздің сәукелеміз дайын. Енді бұны әсемдейтін боламыз. Жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз толықтай. Және бетіне қалауыңызша кунжут, мак сепсеңіз болады. Мен екеуін де сепкенді жақсы көрем. Міне осылай әдемілеп шығамыз. Және қызып тұрған 200 градус пеште 15 минут пісіреміз. Өте тез піседі, қызарса жарайды. Кардонымыз осылай ортасына түсіп кетуі мүмкін, сол үшін бірнеше рет пісіргеннен кейін, сол үшін осылай ортасына темір стақан болмаса осындай темір нәрсе қойып қойсаңыз болады.
міне мұны пісіруге жібердік. Енді біздер фольгадан осылай жасап аламыз. Себебі біздің сәукелеміз жоғары болғаннан кейін осылай жоғары бірінші піседі. Осылай бетіне жауып қоямыз. Сонда жандары пісіп шығады. Біркелкі болып, осындай әп-әдемі болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достар, біздің магазинге тіркелуді ұмытпаңыздар. Бағалары өте тиімді, качествосы керемет, мужской және де парный киімдер таба аласыздар. Үнемі конкурстар өткізіліп тұрады. Қатысыңыздар, жүлделі болыңыздар, тапсырыс беріңіздер. Доставка барлық қалаға бар.